Асылжан Әкімханұлы, мына Қазақстан Республикасының осы медицина жүйесіндегі реанимация саласындағы ең күрделі мәселе. Осы жөнінде бастайықшы, қандай деп ойлайсыз? Бүгінгі таңда елімізде мынау анестезиология реанимация саласында аса бір күрделі мәселелердің бірі бұл кадр тапшылығы деп есептеймін. Соңғы мемлекеттік мекемелердің мәліметіне сәйкес, қазіргі таңда елімізде 300-ге жуық дәрігер анестезиолог реаниматолог қажет. Сонымен қатар шалғай жатқан мекемелерде дәрігер анестезиолог реаниматолог тапшылығы 80%-ға дейін жетеді. Кемінде мемлекет бір дәрігер анестезиолог реаниматологты дайындап шығу үшін 10 жылға жуық уақыт құртады, қажет етеді. Жастардың көбі, жастардың бұл мамандыққа келуі баяу. Себебі бұл мамандық адамнан үлкен жауапкершілікті, жоғары эмоциялық төзімділікті, қажымас қайратты талап етеді. Басқа мамандықтармен салыстырғанда? Басқа мамандықтармен салыстырғанда, иә. Жалпы медициналар болсақ, бүгінгі таңда реанимация және анестезиология бұл аса бір күрделі бағыттардың бірі. Шетелде бұл екі бағыт, екі түрлі, ал елімізде анестезиология, реаниматология бір бағыт бойынша біріктіре оқытылады, бірақ екеудің айырмашылығы бар. Анестезиология, дәрігер анестезиолог, оның негізгі мақсаттарының бірі мынау хирургиялық ота барысында науқасқа анестезия жүргізу, ауырсыздандыру және сол ота барысында оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бағытталса, ал реаниматолог дәрігер өмірлік маңызы зор функциялары бұзылған науқастарға сол функцияларын қалпына келтіруге, оған қарқынды ем жүргізуге негізгі күшін жұмсайды. Оттан кейде шатастырып жатады. Көпшілігі кейде бұл бір маман деп ойлайды. Бірақ бір мысал келтірейін, менің әріптестерім күндіз хирургиялық оталарда анестезиолог болып жұмыс істесе, анестезияны жүргізсе, кешке кезекшілікке қалып, реаниматолог дәрігердің функциясын атқара береді. Бұл енді кадр тапшылығына байланысты ма? Бұл кадр тапшылығына байланысты деп айта алмаймын. Себебі екі мамандық бір-бірімен қатар жүреді. Себебі екеуінің де бір мақсат, түпкі мақсаты бұл адам өмірін сақтау, оның өмірін ұзарту, көмектесу. Асылжан мырза, мына өліммен бірге күн сайын бетпе-бет келу сіздің психологияңызға қалай әсер етеді? Әрине, дәрігер анестезиолог реаниматологтың жұмысы адам өміріне тікелей байланысты болғандықтан өліммен бетпе-бет келу күнделікті жұмыстың бір бөлігі. Ол әрине психологиялық тұрғыдан кез келген дәрігерге өте қиын. Ондай сәттерде бір нәрсені түсіну өте маңызды. Барлық науқасқа көмектесу кей кезде мүмкін емес болып жатады. Біреуінің өміріне араша түсіп, аман алып қалып жатамыз. Екінші біріне барлығы қолдан жасалса да, нәтиже болмай жатады. Бұндай кезде мен өзіме іштей сол науқасқа көмек көрсету барысында дәл осы сәтте керекті көмек ем шараның бәрі жасалғанына сенімді болу. Бір іштей моральдық тұрғыда ұстап тұратын күштердің бірі мен үшін. Реаниматолог болғысы келетін жас дәрігерлерге шындықты айтар болсаңыз, бұл сала не береді жалпы? Және нені алып қояды? Бұл сала білім тұрғыдан, кәсібилік жағынан көп нәрсе береді, бірақ аз нәрсе қалдырады десек болады.
сондай үлкен жауапкершілікті өз мойныңызға алуды үйретеді. Эмоциялық тұрақтылықты қалыптастырады. Және үздіксіз білімді арттыруға итермелейді. Реанимациядан адамның аман шығуы, аман қалуы көп факторларға байланысты. Оның барлығы дерлік медицинаға бағынбайды. Көп жағдайда тек дәрі-дәрмек емес, ең басты рөлді адамның ерік жігері, оның өмірге деген құлшынысы шешіп жатады. Оның басты себебі өз-өзімен күреспейді ғой, иә? Иә, оның ең басты себебі адам өз-өзіндегі сенімділікті жоғалтуы, өмірі үшін күреспеуі. Ондай адамға қандай мықты аппарат болсын, болмаса ең күшті дәрі-дәрмек жасасаң да көмектеспей жатады. Осындай бір ерік жігердің, осындай бұл тылсым күштердің барына кей кезде адам сенбей жатады. Сіздің тәжірибеңізде сол тылсым күштердің бір көмегімен тұрып кеткен кездер болды ма? Резидентурада оқу барысында бір әйел кісіге ота жасалды, нейрохирургиялық. Ол кісі өзі биология ғылымдарының докторы. Және ота барысында бір сәтке жүрегі тоқтады. Кейін ол науқас құтқарылды, жүрегі жүрді, соғылды, аппараттан ажыратылды. Және өзіне келіп есін жинаған кезде біз сұрап көрдік. Не көрдіңіз сол мезетте? Оның жауабы былай болды. Ол жақ суық қараңғы екен деген. Сонда ойлана келе осы бір жауап есімде қалып қапты. Адам қанша жерден материалист болса да, сол бір мезетті солай бір суреттеп беруі. Кейбір науқастар өте әсершіл келеді. Емдеу барысында олар марқұм туыстарын түсінде көрген туралы айта бастайды. Және кейін ол науқастардың жағдайы күрт нашарлап жатады. Осындай әңгімемен бетпе-бет келген кезде мен әдетте науқастың назарын басқа арнаға бұрып жіберуге тырысам. Сондықтан бұндай жағдайлар кездесіп жатады, жиі кездесіп жатады бізде. Реаниматолог әрі мықты психолог та болу керек қой сіздерге, иә? Әрине. Жалпы реаниматолог дәрігері бұл көп бейінді маман десек қателеспейміз. Клиниканың өзінде реаниматолог дәрігер жан-жақты функцияны қамтиды. Ол кардиологиядан да хабары болу керек, бағанағы нефрологиядан да хабары болу керек. Үздіксіз науқаспен сөйлесу барысында психологтың да бір қырын таныту қажет деп санаймын. Себебі кейбір кезде науқасқа дәрі-дәрмектен емес, адамның жылы сөзі, оның бойына сенімділік, үміт ұялататындай сөздері қажет болып жатады. Реанимация және қарқынды терапия бөлімі жалпақ сөзбен айтқанда жансақтау бөлімі деп аталады. Аты айтып тұрғандай, бұл жерде жағдайы тұрақты науқас жатпайды. Өміріне қауіпі бар, өмірлік функциялары төмендеген, ауыр халдегі науқастар келіп түседі. Және оларға жан-жақты көмек көрсету үшін сіз барлық саладан хабарыңыз болуы тиіс. Дей тұрғанмен өзінің саласының мамандары келіп қосымша өздері емдейді. Әрине. Бір науқас келіп түскен жағдайда
оның қандай функциясы бұзылғаны туралы ақпарат жинаймыз, және сол функцияны емдей алатын дәрігерді кеңеске шақырамыз. Ақылдаса келе, оның емдік шаралары сол дәрігермен тығыз байланыста тағайындалады. Жалпы дәрігер-реаниматологтың, анестезиолог-реаниматологтың жұмысы тек анестезия жүргізумен және қарқынды терапия жүргізумен шектелмейді. Мысалға, қазіргі клиникаларда халықаралық талаптарға сәйкес қауіпсіздік кодтар жүйесі енгізілген. Сол жүйеде көк түсті қауіпсіздік коды бар. Ол код осы мекеменің аурухана аумағындағы науқастың немесе қызметкердің жүрегі тоқтаған жағдайда телефондар желісі арқылы іске қосылады. Ол қоңырау келіп реанимацияда тұрған дәрігер-реаниматологтың ұялы телефонына келіп түседі. Сол мезетте дәрігер-реаниматологтан орта буын медициналық өкілден тұратын команда барлық құрал жабдықтармен, дәрі-дәрмекпен сол жерге көмек көрсетуге жөнелтеді. Тағы бір айта кететін жайт, ауруханадағы қиын клиникалық жағдайлардың барлығына реаниматолог дәрігері міндетті түрде консультация, кеңес беруге шақырылады. Және емдік стратегияның негізін қалаушылардың бірі. Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде репост жасаңыз.